Сөйтіп адамға Алла тағала емтиханды бастады. Ва я адам, ей адам, ускун анта ва заужука, сен жұбайың екеуің жәннатта тұра беріңдер. Ва куля мин хайсу ши'тума, қай жерінен қаласаңдар жеңдер. Ва ла тақраба хазихи шажара фатакуна миназ залимин. Тек мына ағашқа жақындамасаңдар болды. Әйтпесе менің хақыма, менің әміріме әділетсіз істеген боласыңдар дейді. Тыңдайды, бұйрық тыңдалды, білім бар, түгел нәрсе айқын. Сөйтіп жәннаттың кез келген жерінде олар жүреді. Фавасваса лахума шайтан. Қараңыз, жаңағы ажырамайтын серігі ібліс, Адам алейхиссаламның. Сөйтіп ол азғыра бастады дейді оның. Көкірегіне қарай жіберіп отыр. Уасуасты. Қараңыздар. Сол көкірегіне байланысты жаңағы уасуасты жіберіп отыр. Сосын да айтады: "Ма манағака", жаңағы Роббукума ан хазихи шажара. Сендердің Раббыларының бұл ағаштан тыйған себебін айтайын ба деп. Мына сөз бар ғой бізде, қызығу бір нәрсеге. Мысалы, жаңағы орысша любопытство деп айтады. Неге тыйым салды екен деген сөзге берілуге болмайды Алла тағала тыйым салған кезде. Өйткені ол сөйлейді, ол хақ, одан келген бұйрық хақ болды. Олар оны ойламай жүрген, бірақ жаңағы ойды салады. Білесіңдер ме, Раббыларың неге тыйды бұл ағаштан? Илля ан такуна малакайни, егер жесеңдер, періште болып кетесіңдер екеуің. Ау такуна минал холидин, немесе мәңгілерден болып кетесіңдер дейді. Сөйтіп біздің әлсіздігімізді көрсетіп жатыр. Хулиқал инсану даифа. Біз деген анау бүйтіп табандылық, Алланы еске алу, өлімді еске алу деген нәрсе болмаса, біреу жүр барып келейік деген жаққа, жүр барсақ барып келейік деген нәрсе бар екен бізде. Қайда баратқанымызды білмейміз. Ана жақта бір апат күтіп тұруы да мүмкін бізді. Көрдіңіз ба? Сол нәрседен ақырын азғырды. Фалам мазақа шажара. Сөйтіп екеуі сол ағаштың дәмін татқан кезде бадат лахума сауатухума. Жаңа нұр киім болған ғой мына жақта. Нұр деген нәрсе да. Нұр кетіп қалғанды. Сөйтіп біздікіндей дене қалады жалаңаш. Фатофиха яқсифани алейхима ми варақил жанна. Жәннаттың жапырақтарын жаба бастады дейді үстілеріне. Не бар адамның бойында, не бар екен? Ұят. Автомат түрде істеп жатыр. Өйткені Алла тағала сақ қойғанда. Көрдіңіз ғой. Сонда соны жасап жатыр адам. Жаңағы бәрін үстілеріне екеуі де жамылып сөйтіп жатқан кезде ва надахума роббухума. Раббылары шақырды дейді екеуін. Ей адам, ей хауа. Алам анхакума ан тилкума шажара. Тыймап едім екеуіңді мына ағаштан. Міне сол сияқты бізді қияметпен ескертпеді ме Алла тағала қазір? Айтпады мынау болады, мынау болмайды деген нәрселерді мысалы. Ескертпеп едім екеуіңе. Сосын екеуіңе қатты ескертіп едім ғой. Инна шайтана кана лакум адуум мубин. Ана шайтан екеуіңе нақты дұшпан деп. Анау мүлде жақсылық қаламайды екеуіңе деп айтып едім ғой. Неге ойға еріп кетесіңдер? Соқтан ой деген нәрсе, құрметті жамағат, келіп тұр деген сөз бар ғой бізде. Сонда келіп тұрды анықтап алу керек бізге, қай жақтан келіп тұрғандығын. Аллах тағала тарапынан тек жақсылық келеді да. Қай жақтан келіп тұр мынау? Сол айтпадым ба сендерге? Енді екеуінің жүрегі жаңағы жерде үлкен сілкіністе, Адам мен Хауаның. Шайтан тікі бағана ол мойындаған жоқ күнәсін. Адамның айырмашылығын көрсетіп отыр Алла тағала. Екеуі бірден қоля Роббана, Раббымыз, золамна анфусана, біз өзімізге әділетсіздік істедік, Раббымыз. Тыйған жеріңе барып қойдық біз. Ва иллам тағфир лана ва тархамна. Раббым, енді сен бізді кешірмесең қазір, енді сен бізді қазір кешірмесең, рахымыңа бөлемесең, ланакунанна миназ залимин. Жаңағы минал хосирин. Біз онда біттік қой, тақырға отырдық қой, Раббым. Біттік қой біз. Жаңа ғана жаралып едік, біттік қой, Раббымыз. Біз ұтылдық. Осыны екеуі тәубаларына келеді. Сөйтіп Аллах тағала иннаху хуа тауабур рахим фатаба алейхима. Алла тағала екеуінің тәубасын қабыл алып, оларға жүректерін түзетіп, жақсартып өзіне қарай. Өйткені Аллах тағала тәуба етуді жақсы көреді, тәубаларды қабыл етуші ол. Және кешірімді. Құлдың қателесіп қалған кезінде адамның, біз қателеспейтін адам жоқ, құрметті жамағат, бұл өмірде. Қателеспейтін адам жоқ. Бірақ қатеден кейін жүрегің өз-өзіңе сыймай кетіп, иманың маза бермей, не істеп қойдым деген жүрек болса, міне сол Алла тағаланың ертең қияметте құтқарып шығаратын нәрсесі бізге.